Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бұрын менің арныма жазылып, лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Потому что бүгін сіздерге үлкен жаңалықтар бар. Бізде мына қорада австралог бар еді. Бұл бүгін таяқ жеп алды менен. Потому что менің қызыма шауып, қызым жылап кетті, папа карате шапты деп. Сосын адамға шаппайтын не қылдырып сабап алдым. От души ұрдым. Қанын шығарып тұрып. Бізде адилер мен күрке тауықтар бірге жүр. Мана өзімше мынаның ішін жинеймін деп барлығын сыртқа шығарған болатын. Манады ситуация болып қалғаннан кейін қамап тастадым. Сосын бұл денелердің әр породасын өздеріне бөліп тастадым. Так, мынау қандай порода, мынау қандай. Комментарийді күтетін болам. Мына жерде көбі еркек сияқты. Ертең оны алдағы уақытта видеода көретін боламыз. Содан кейін міне бір қапшық жем алдық. Және де айтатын жаңалық бізде бүгіннен бастап балапандар шықты. Қазір олардың барлығын мында қойдым. Австралог деген адилердің балапандары шықты инкубатордан. Әлі шығып отыр. Енді 100% шығып біткен жоқ. Әлі шығып жатыр. Мына қораны да қимеймін. Мінекей шиқылдап отыр, көрдіңіздер ғой. Ар жағында тұрған ана екі балапандар үйренсін бірін-біріне деп қойған болатын. Балапандар қазір сіздерге толық көрсете алмаймын. Бұйыртса кішкене әлденіп алсын, өсіп алсын. Содан кейін барып көрсетемін. Так, мынау бізде инкубатордың ішінде бізге берді. Короче, шығады балапандар. Содан кейін осыны манағыдай қосып суға араластырып берсең болады деді. Мынау біріншісі, анда екіншісі бар, оны да береміз. Бүгін алла бұйыртса осыны беретін боламыз, суға араластырып. Сосын сол біздер баяғыша жұмыртқа береміз. Содан кейін 3-4 күн жұмыртқа, содан кейін старт. Ай, біля қолым. Енді осыдан 6-сына дейін жұмыртқа жейді балапандар. 6-сынан кейін старт жейді. Потому что маған зарплат сол кезде тиеді. Содан кейін барып старттан кейін 1 айдан кейін рост жейді. 4 айдан кейін финиш жейді. Ар жағында уже бидай жеп жұмыртқаға кіреді. Алла бұйыртса. Сол үшін арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай жаңалықтар болып жатыр. Алла бұйыртса кешке эфирге кіріңіздер, қолдаңыздар. Фык-фык деп лайк бас, комментарий қалдырып дегендей арнаға тіркеліп. Все, давайте достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.